Сәлеметсіздер ме, құрметті жас достар, бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Құрметті достар, біз сіздермен бірге қазақ тілі әлеміне саяхат жасайтын боламыз. Саяхатымыздың ең алғашқы сапары фонетика әлеміне болмақ. Құрметті оқушылар, фонетика нені зерттейді? Міне осы туралы қарастырайық. Фонетиканың зерттейтін саласы тіл дыбыстары, буын, тасымал, екпін, үндестік заңы, орфография және орфоэпия. Енді осының ішінде фонетика тіл дыбыстарын зерттейді дедік. Ал енді осы тіл дыбыстары дегеніміз не? Соған тоқталып көрейік. Құрметті оқушылар, қарап тұрсаңыздар, бізде табиғатта түрлі дыбыстар бар. Мысалы, бір зат екінші затқа тигенде, қолымыздан бір затты түсіріп алғанда, міндетті түрде дыбыс шығады. Мысалы, байқап көрейік. Мына қалам менің қолымнан түскен кезде, одан да қандай да бір дыбыс шықты. Ал енді осы табиғаттағы барлық құбылыстар бұл физикалық құбылыстар деп аталады. Ал фонетиканың зерттейтін саласы бұл физикалық құбылыстар емес, тіл дыбыстары. Тіл дыбыстары қалай пайда болады? Міне алдағы сабақта осы туралы айтатын боламыз. Құрметті оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда тіл дыбыстарына және дыбыс пен әріптің айырмашылығына, дауысты, дауыссыз дыбыстардың жіктелуіне тоқталамыз. Тіл дыбыстары қалай пайда болады? Тіл дыбыстары бұл дыбыстау мүшелері арқылы пайда болады екен. Сіздердің алдарыңызда сурет тұр. Суретке мән берсеңіздер, дыбыстау мүшелерінің жасалу жолдары көрсетілген. Дыбыстау мүшелеріне қандай мүшелер жатады? Өкпе, көмей, желбезек, яғни дауыс шымылдығы деп те атаймыз, тілшік, тіл, тіс, ерін. Міне осындай дыбыстау мүшелері арқылы тіл дыбыстары жасалады. Құрметті достар, әліпбиге тоқталайық. Әліпби араптың алиф және би деген екі әрпінің қосындысынан жасалған. Қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. Соның ішіндегі 28-і бұл қазақ тіліне тән төл дыбыстар. Мән беріп көрейік. А, ә, е, о, ө, о, ү, а, ә, б, г, ғ, д, ж, з, и, к, қ, л, м, н, ың, п, р, с, т, у, ш. Міне осы 28 дыбыс бұл қазақ тіліне ғана тән төл дыбыстар болып табылады. Ал енді дыбыс пен әріптің айырмашылығын сіздер білесіздер. Біз дыбысты естиміз және айтамыз, ал әріпті жазамыз және көзімізбен көреміз. Екеуінің айырмашылығы осы екен. Ал енді мына әріптер, байқасаңыздар, В, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ә және Х бұл басқа тілден енген сөздерде кездесетін әріптер. Я, ю, йо, и, у бұлар бірнеше дыбыстың қосындысынан жасалған. Және сонымен қатар қазақ әліпбиінде дыбыстық мәні жоқ әріптер де бар. Олар жуандық белгісі және жіңішкелік белгісі болып табылады. Ал енді тіл дыбыстарына тоқталайық. Тіл дыбыстары өкпеден шыққан ауаның ауыз қуысында қандай да бір кедергіге ұшырамауына байланысты дауысты және дауыссыз болып бөлінеді. Ал осы өкпеден шыққан ауаның ауыз қуысында ешқандай кедергіге ұшырамай шығуынан пайда болған дыбыстар дауысты дыбыстар. Қазақ тілінде 9 дауысты дыбыс бар. Олар А, Ә, О, Ö, Е, О, Ö, Ö. Ал енді дауыссыз дыбыстар бұл өкпеден шыққан ауаның ауыз қуысында қандай да бір кедергіге ұшырауынан пайда болған дыбыстар екен. Байқап қарасаңыздар, қазақ тілінде 19 төл дауыссыз дыбыстар бар екен. Ал енді осы дауысты және дауыссыз дыбыстардың жіктелуіне жеке-жеке тоқталып көрейік. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан, жіңішке, жақтың қатысына қарай ашық, қысаң, ерін мен езудің қатысына қарай еріндік және езулік болып бөлінеді. Енді солардың әрқайсына жеке-жеке тоқталып көрейік. Жуан дауысты дыбыстар А, О, О,
жіңішке дауысты дыбыстар ә, ө, е. Ашық дауысты дыбыстар бұлар а, ә, о, е дыбыстары. Ал қысаң дауысты дыбыстар бұлар о, және Міне, жақ дегеніміз мұна біздің жағымыз. Қарасаңыздар, осы жақтың кең ашылуынан немесе тар ашылуына байланысты дауысты дыбыстар ашық және қысаң болып бөлінеді. Енді осы жерде о деген кезде жағымыз тар ашылады. Ал енді керісінше а дыбысын айтқан кезде а дегеніміз мұна жағымыз кең ашылады екен. Енді келесі ерін мен езудің қатысына байланысты жаңа айттық сіздермен еріндік және езулік дауысты дыбыстар болып бөлінеді. Қараңыздар, еріндік дауысты дыбыстарды айтқанда ерініміз байқасаңыздар дөңгелек болады. О, о және Ö. Ал езулік дауысты дыбыстар мұна езуіміз артқа қарай шегінеді. А, ә, және е. Сіздер дауысты дыбыстардың жіктелуі туралы өттіңіздер. Енді дауыссыз дыбыстар қалай жіктеледі? Дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдың қатысына қарай қатаң, ұяң және үнді болып жіктеледі. Қатаң дауыссыздар к, қ, п, с, т және ш дыбысы. Ал ұяң дауыссыз дыбыс б, г, ғ, д, ж. Келесі үнді дауыссыздар бұлар р, л, и, м, н, ң және у дыбысы. Сіздер қазіргі сабақта дауысты және дауыссыз дыбыстардың жіктелуін өттіңіздер. Төмендегі сөздерге дыбыстық талдау жасап көрейік. Сіздерге демалыс, кітап, білім деген сөздерді дыбыстық талдау жасауға міне беріп отырмын. Ал енді үлгіге мән береміз. Мен хабар деген сөзді алдым. Х кірме сөздерде кездесетін дыбыс. А дауысты, жуан, ашық және езулік. Келесі Б дауыссыз, ұяң дыбыс. Р бұл дауыссыз, үнді дыбыс. Құрметті оқушылар, осы үлгіге қарай отырып, сіздер демалыс, кітап, білім деген сөздерге үйде дыбыстық талдау жасап көріңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.